Адамның жаны қай жерде? Миында жоқ, жүрегінде жоқ. Адамның жаны міне біздің көкірегімізде орналасқан. Мына жерлеріңізді былай ақырын ұстап көретін болсаңыздар, кішкене жоғары шығып тұрған сүйек бар, сол жерде тимус безі орналасқан. Біздің жанымыз осы тимус безінде орналасқан. Біздің жанымыз, в основном өте көпшілік адамның жаны дәл қазір торда қамаулы тұр, яғни блокта тұр. Ол блокқа біздің жанымыз қалай түсті? Біз кішкентай кезімізден қаншама шектеулермен өсіп келе жатырмыз. Анау болмайды, мынау болмайды, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, қатты күлуге болмайды, қысқа киюге болмайды деген сияқты адамды қаншама шектеу өсіп жатырмызда. Сол кішкентай кезімізден қаншама жасалған шектеулердің барлығы біздің жанымызды блокқа түсіреді. Енді сол блокта тұрған жандарыңызды сыртқа шығару керек, босату керек. Қазір ол жандарыңыз тордағы құс сияқты шығарын білмей атылып кетейін деп тұр. Енді блоктан шығару үшін не істейміз? Қолдарыңызды алыңыздар, мына жерге кеуделеріңізге қойыңыздар. Яғни өз-өздеріңізге рұқсат беріңіздер. Мен өзімнің қалауларымды істеуге рұқсат беремін. Мен өзіме жақсы көрген тамағымды жеуге рұқсат беремін. Мен өзіме еркін болуға рұқсат беремін. Бай болуға рұқсат беремін. Дәулетті болуға рұқсат беремін. Тағы қандай? Өзіңізге қай нәрсеге рұқсат бергіңіз келеді? Еркін болуға, тәуелсіз болуға рұқсат беремін деген сияқты. Өзіңізге қай нәрсеге рұқсат бергіңіз келеді? Соны осы қолдарыңызды жаныңызға қойып тұрып айтыңыздар. Күнделікті айтыңыздар. Сонда ақырын сіз өзіңіздің жаныңызды қамаулы тұрған тордан, блоктан шығарасыз.